Саламатсыздар ма, пайдалы кеңес арнасының көрермендері? Бүгінгі видеомызда сәбіздің пайдасы туралы айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын төменде тұрған подписаться кнопкасын басып, маған тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Сіздер үшін 1 секундтық іс болса, ал мен үшін үлкен қолдау. Ал ендеше видеомызды бастайық. Кеттік. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай-ақ С, В, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сәбізді емдік мақсатта шикілі немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитамино және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Халық медицинасында үгітілген сәбізбен шырын күйген жерлерге іріңді жараларға қояды. Сәбіз көз ауруларында, жоғарғы тыныс жолдарының аурулары, ауыз қуысының қабынуы, стоматитті емдеу кезінде пайдаланады. Және де айта кететін болсақ, сұлулық дәрумені деп аталатын А дәрумені табиғи косметика үшін сәбіздің маңызды құрамы болып табылады. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырынын ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Сондай-ақ сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап, сыртқа қолдануға болады. Сіздерге видеом ұнаған болса, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.